Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Мұхаммед ТВ. Әзір бұрынғы атыммен жүрмін, енді сол атымен. Енді атымды жақында өзгертем, әзір де Free Fire қазақша болып тұр ғой оның аты. Солай болып тұр ғой, дұрыс айттым ғой. Айтпақшы, бүгін мынау екінші рövені, яғни шахмат үйренудің екінші сатысы дейді ғой. Саты, в общем. Енді арнаға тіркеліп подписаться еткенде басып кетіңіздер, мен сіздерге бұдан да жақсы нелерді түсіре беремін, қызықты шахматтың нелерін түсіре беремін. Егер шахмат үйренгілеріңіз келсе, астына неге жазып кетіңіздер, комментарийға бес комментарий жазып кетсеңіздер, сөйтіп шахмат үйретемін деп, мен сіздерге әрбір ненің өз ходын айтып беремін. Өз жүретін ходын, соны әзір әпкем келіп маған әңгіме айтып кетті, енді әңгімесін деп тыңдап қойдық. Айтпақшы, бұл видеоны көріп отқан адамдар подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал біз ойынды бастаймыз. Ал кеттік. Алдыңғы жолғы видеода менің даусым естілмей қапты, ана ортасынан арай. Өмірі менің видеоларымда әр әпкем кедергі жасап жүреді ғой, деп. Так, мында қойды. Так, жесем, ол не деді. Осында қойып, өзін қашыру керек қой. Бәсе, білгем. Екеуінің бір өзін жегізем. Ол менің слон, мына көрдіңіздер ғой, ана слонға слонды ашты. Ол мен слонда алмастырғысы келіпті, яғни ауыстырғысы. Мен ауыстыруға ол әзір болмайды, қайта орнына қайтарамыз. Енді өздеріңіз профессионал ойыншылар болсаңыздар, мені көріп отқандар мән бермеңіздер. Мен енді көп ойнаған жоқпын, енді бір-екі жылға ойнаған шығармын, білмеймін әйтеуір. Қанша жыл ойнағанды есептемеппін. Ананы қойды. Так, мен анда қойсам болмайды. Так, маған бір нені шығару керек. Рокировка жасаймыз. Так, мықты ойыншылар болса лайкты басып, арнаға подписаться, яғни жазылу деген кнопка бар ғой кәдімгі. Соны басып кетсеңіздер, мен өте қуанышты болушы едім. Так, осындай қойайық. Яғни менде бір слон, екі ат, бір ақ слоным ойынға шығып ойнап жүр. Енді маған мынаны неге қойып кетті. Так, запасқа қойып кеткен. Не болып қалды оны? Неге олай қойды? Так, әрбір ходтан енді ойланып жүру керек. Бұл енді екінші рövені, енді бұл да қатты ойнайды деп айта алмаймын, бірақ болады. Өстіп бұны да, бұл енді болатын ойыншы. Кешегіден қарағанда бүгінгі ойыншы кішкене мықтырақ десек болады ма, болмайды ма, білмеймін. Негізі атпен ойнаған ең жақсы ойыншы. Атпен оңай ойнайсың да, ешқандай қиындықсыз. Ой, тупой. Тупой десе тупой екен мына қарасам. Бұл маған бір несі беріп жатыр. Мен де сөйтейін ба? Бірақ үйтіп бостан-босқа тасты құртып жүргенше сөйтейік. Ал мынау точно бастым екен біреу дегенде бұл робот ғой. Робот дегенде компьютер. Чит. Ой, тупой. Читін болып келе ме екен десем, Джимми кетіп қалам қатыр дей. Қазір жанымды түрік істеймін ғой. Ой, не дейді қыз? Жейді, және шахмат. Бүгінгі видео аяқталды. Сіздермен бірге болған Мұхаммед ТВ. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ар жақ шумный болса мән бермеңіздер. Ал ертеңгі видео
өте қызықты болатынына сенімдімін. Бүгінгі видеом 5 минут болыпты. Енді осыдан кейінгі видеоларға